Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге трендте болып жатқан осындай әдемі, жеңіл, әрі өте ыңғайлы макасидің тоқылу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге ілмекбіз, арнайы табан және жіп қажет болады. Ілмекбізімнің 1/3 деген өлшемдегі жіңішке ілмекбізбен тоқып жатырмын. Жіпті, мына жібім мінекей. Жіпті өзіме арнап тоқып жатқаннан кейін қалыңдау болсын, мықтылау болсын деп 3 қабаттап тоқып жатырмын. Мына бірінші қабатты мінекей менде осы Аида фирмасының риба жібі. Осыдан 1 орам жіп алдым. Ол мынау таза мақта. Екінші мына 2 қабаттап тұрған жібім. Мына жіп менде Ализе фирмасының стресс жібі. Осыдан да 1 орам алдым да осылай 2-ге бөліп 2 қабаттап алдық. Бұл мінекей резин сияқты тартсаңыз созылып орнына қайтып келеді. Осылай 3 қабат қылып орап, 2 жіпті біріктірдім да 3 қабаттап өзіме ыңғайлы қылып орап алдым. Енді табанымызды мінекей көріп тұрғандарыңыздай әрбір тоқылатын орны дайын тесіліп, дайын тұрған осындай табан алдым. Мынау табанымыздың мінекей әрбір тоқылатын орны және мына ұлтарағы былай ішінде өзімен бірге келеді, ұлтарағы да алынады. Бұның да әрбір тоқылатын орны тесіліп, дайын, осылай дайын күйінде келеді. Және 38-ші өлшемдегі макасиді тоқып жатырмын. Ең алдымен осылай ұлтарағымызды аламыз. Оң жағы өзіңізге қарау керек. Мына бізде теріс жағы, мына оң жағы. Оң жағын өзіңізге қаратасыз. Қалаған мынау тесігіңізден осылай тоқи бересіздер. Бірінші жібімізді іліп шығарамыз. Мынаны жібімізді алған кезде мына ұлтарағымыздың жоғарғы жағына дейін осылай көтересіздер. Және бір іліп аласыздар. Соң тура осы тесіктен және бір бас тоқисыздар. Шалмасыз бағаншамен тоқисыздар. Ешқандай орамы жоқ, кәдімгі бағаншамен, шалмасыз бағаншамен осылай тоқисыздар. Бір тесіктен екеуден тоқисыздар. Мына басындағы белгі бар ғой, соған дейін осылай тоқисыз. Осылай белгіге дейін тоқисыз. Айта кетейін. Мына менде заводской өзінің тесігімен келгеннен кейін, мына ішіндегі ұлтарақтың тесігі менен мына табанның тесігі бірдей болып келмейді. Негізі бірдей болу керек. Қараңыз. Егер бірдей болмаса, сіздерді өзіңіз санап қараңыздар. Бірдей болмаса, осылай әр жерінен кейбір жерлеріне қосасыздар. Екеу емес, 3-ден аласыздар. Мысал үшін, былай қылып алсаңыздар болады. Мынау табанымызды біз мына 2-ге бөлдік қой. Енді сіздер мына қақ ортасынан және бөліп 4-ге бөлсеңіздер болады. Содан соң мына белгіменен, мына белгінің ортасындағы мына тесіктерді санаңыздар. Мынаны да тура солай 4-ге бөлесіздер да. Қараңыз. Мен мынаны тоқып дайындап қойдым негізі. Осылай мен 4-ге бөлдім. Мына 1, 2, 3, мына 4 центрі. Осының мына белгіменен мына белгінің ортасын санайсыздар. Неше бас? Ұлтарағын санайсыздар. Және табанды да тура солай мына жермен мына жерді санайсыздар. Екеуінің басы бірдей болатын болса, бас қоспай, осылай бір тесіктен екеуден тоқисыздар. Егер басы жетпейтін болып жатса, мынадағы тесіктер табанға қарағанда аз болып жатса, онда бір жерден 3 реттен алып, тура осының тесіктеріне жететіндей қылып, арасына қосып тоқисыздар. Міне белгіге дейін тоқыдым. Енді осы белгіден 2 емес
3 шалмасыз бағанша тоқимын. 1 2 3 осылай маңдай жағынан 5 орын белгіледік қой. Осы 5 орынды да әрбірінен үшеуден осылай тоқисыз. Мұны центрына келдік. 1 2 3 1 2 3 соңғысы 1 2 3 енді қалған жағын мына белгіге дейін әрбір тесіктен екеуден тоқисыздар. Менің аяғым екеу, бір, екі. Тура осылай екеуден алып, мынаған дейін әкелесіздер. Мінекей айналдырып тоқыдым. Мына өкшедегі белгіге дейін тоқыдық. Енді өкшедегі белгіге келдім. Тура осы жерден енді бір тесіктен екеу емес, үшеуден тоқисыздар. 1 2 3 келесі 1 2 3 1 2 3 сол мына жерге дейін екеуден тоқисыздар. 1 2 1 2 осылай тоқимыз. Міне айналдырып тоқып келдік. Енді бірінші тоқыған басымызбенен былай ілмек арқылы біріктіреміз. Сонымен біздің ұлтарағымыз дайын. Мына артық жерін қиямыз. Артқы жағына қарай жасыра саласыздар. Енді табанымызды тоқимыз. Тура ұлтарақты қалай тоқыдық, солай тоқимыз. Артқы жағынан 3 белгі қойдық қой, соның ортасындағы белгі қойғанымыздың астыңғы жағындағы тесіктен жібімізді іліп шығарамыз. Және шалмасыз бағаншамен бір рет тоқисыз. 1 тура осы жерден артық жібін арасына қойып тоқып кетесіздер. Осылай. 2 тура осы жерден үшіншісін тоқисыз. Келесі белгі қойған, белгі қойдық, соның тура астындағы тесіктен де осылай 3 рет тоқисыз. 1 2 3
соң мына қалған тесіктің бәрін мына маңдайдағы белгіге дейін әрбір тесіктен екеуден тоқисыздар. Біреу, екеу. Біреу, тура осы жерден және біреуін тоқисыздар. Бір, екі. Осылай маңдайға дейін тоқыңыз. Маңдайға дейін тоқып келдік. Әрбір тесігінен екеуден тоқыдық. Енді маңдайына келдік. Маңдайындағы мына 5 белгі қойған жеріміз бар ғой. Осы жердің әрбірінен үшеуден аламыз. Бір. Бірінші қарақтар сәл қиындау болады. Себебі тартын қарап тоқисыздар. Басқа тоққанға қарағанда аяқ киімдікі сәл тартып тоққаннан кейін қиындау болады. Бір, екі, үш. Келесі үшіншісі. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç ve sonrası. Bir, iki, üç. Oy. Қалғанын мынаған дейін әрбірінен екеуден тоқисыздар. Bir, екі. Келесі. Bir, екі. Тура осылай мына соңына дейін тоқыңыздар. Айналдырып тоқыдым. Міне соңғы белгісі бар. Бір тесігіміз қалды. Осы жерге 3 бас тоқимыз. 2. Мынау үшіншісі. Соң бірінші тоқыған бірінші басымызбенен осылай іліп жұмыс шығарамыз да былай біріктіргіш ілмек арқылы біріктіресіздер. Енді табанымыздың үстіне мына ұлтарағымызды қойып тоқимыз. Екеуін біріктіреміз. Осы жерде көпшілік айтпайтын бір сырды айта кетейін. Қараңыздар. Осылай тоқыған кезде мына ұлтарағыңыз жоғарғы жағында тұрады, иә? Оны тоқыған кезде әдемі шығады. Бірақ кигеннен соң салмағыңызбен мына ұлтарақ былай ортасына түседі. Сол ортасына түскен кезде мына жердегі тоқығандарыңыз тартылып, мына жиегінің бәрі жыртылады. Аяқ киіміңіз яғни көпке бармайтын болады. Аяқ киіміңіз көпке шыдау үшін не істейміз? Ішіне негізі арнайы қағазды болады. Негізі ұлтарақтың ішіне салынатын. Ондай болмаса, кәдімгі осында үйіңізде жатқан ескі ұлтарақты осының өлшемінде қиып алыңыз да. Өзімде ескі осындай массажный ұлтарақ бар еді. Осыны қидым және осыны бірінші табанымның ішіне саламын. Енді үстіне ұлтарағымды қоямын.
қанша бассаңыз да мынау енді жыртылмайды. Төменге қарай тартылып кетпейді ғой астында. Және бір ұлтарақ бар. Мінекей. Осылай қылып астына зат қойсаңыздар, аяқ киімдеріңіз көпке шыдайды. Енді мына маңдайындағы белгі қойған жеріміз бар ғой. Центрі осы жоғарғы жағынан ұлтарағынан тура центрінен біреуін іліп аласыз. Тереуішпен. Төменгі жақтан 1, 2, 3, 4, 5 мынау, яғни центріміз. Осы жерден біреуін ілдіресіз. Екеуін біріктіріп, осылай ілдіріп қоясыз. Артқы жағынан өзіміз центрына келдік, міне. Осы центрдан, ұлтарағымыздың центрін қараймыз. Тура сол жерден осылай іліп аласыздар да. Жұмысшы жібімізді осылай біріктіріп шығарып аламыз. Және бір бош шалма аламыз. Осылай енді төменгі жағынан бір басты ілесіздер. Ұлтарағымыздан біреуін ілеміз. Міне. Енді екеуін осылай біріктіріп, шалмасыз бағаншамен айналдырып, әрбір басын осылай біріктіріп, айналдырып шығамыз. Осылай біріктіріп айналдырып аламыз. Табанымыз бен ұлтарағымызды біріктіріп алдық. Бірінші тұрған басымызға ілмекбізді кіргізіп жұмыс жіпті шығарамыз да. Осылай енді екеуін біріктіреміз. Бір бос шалма аламыз. Енді әрбір басымызды осылай шалмасыз бағаншаменен бір қатарын айналдырып тоқисыздар. Осылай соңына дейін айналдырып тоқимыз осыған дейін. Қатарымызды аяқтадық. Енді бірінші басымызбенен екеуін бұлай алып біріктіріп аласыздар. Соң бір бош шалма аламыз. Келесі қатарда мына жоғардағы, мына тесіктен тоқымайсыздар да, төменгі жағынан, мына жерден төменгі жағынан тоқимыз. Жібімізді тартып, мына қатардың ең жоғарғы жағына дейін жібіңізді тартасыз да, осылай тоқисыз. Жоғарыны тоқымайсыз. Төменгі қатардағы әрбір төменгі қатарды тоқыдық қой, сол төменгі жағынан осылай осы қатарды айналдырып тоқисыздар. Мына жерден тоқымаймыз, яғни төменгі жағынан тоқимыз. Осылай осы қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. Айналдырып бәрін. Сол кезде біздерде міне әдемі осындай өрнек пайда болады. Айналдырып тоқып келдік. Енді бірінші ілмегімізбенен осылай біріктіріп аламыз. Бір бош шалма аламыз келесі қатарға өту үшін. Енді әрбір ұяшықтан осылай шалмасыз бағаншамен осылай бір қатар және тоқып шығасыздар.
айналдырып және бір қатар тоқимыз. Айналдырып тоқыдық. Соңғы бірінші ілмегімізбенен және біріктіреміз. Осыменен осы қатарменен аяқтаймыз. Енді қараңыз, бір қатар осылай жай жүріп шығасыздар. Осылай алдық қой, енді бір іліп аласыз. Мына әрбір ілмектің ортасынан жіпті шығарасыздар да, тоқымай жай ғана осылай өріп шығасыздар. Жай іліп осылай алып шығамыз. Аласыз, өзінен осылай қыламыз. Бұл бізге сәндік үшін. Соңғы қатарда мінекей осылай әрбір ұяшықтан жұмысшы жіпті іліп шығарамыз және осылай жай ғана тоқымаймыз, іліп қатарымыздың соңына дейін осылай тоқып келеміз. Қатарымыздың соңына дейін тоқып келдім. Енді мұна жұмысшы жіпті тартып шығарасыздар, артығы жібін қиясыздар ғой. Тартып шығарасыздар да. Келесі ілмектен осылай ішке қарай артық жіпті кіргіземіз. Осылай келесі қатарды тоқып жатқанда осы артық жіпті қосып тоқып тастаймыз. Бізде осындай бір қатар өрнек пайда болды. Ол аяқ киіміміздің соңында міне мына жерде осындай бір сызықты осындай өрнек болады. Осыменен бірінші сабағымызды аяқтадым. Екінші сабағымызда аяқ киіміміздің осы үстіңгі жағыменен мына артқы жағын тоқып көрсететін боламын.